Ассалаумағалейкум, құрметті мен көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видео біз тауықтарымызға қандай жем береміз және де қандай қоспалар қосамыз тауық жұмыртқа жақсы туу үшін. Бүгін сол туралы сіздерге айтатын боламын. Сіздер мінекей осындай ыдыспен, мына бір немен ыдысы ежелгілер береді. Мынандай зерно местіні аламыз. Осы жетіп қалады бізге. Сынақ көріп қоямыз. Мұнда біздер бүгін араластырып береміз жемді. Бұл жалпы тауықтың жұмыртқа тууына жақсы әсер ететін жем. Сосын осыны осылай саламыз. Менде мына ыдыс что-то кішкене кішкентайлау болып тұр, езетін қазір. Мен өзімнің езіп жүрген ыдысыма мынандай не салып қойдым. Іште лас па. Оланы осыған езе берейік. Өзім езетін ыдысыма не салып қойдым бүгін. Жуа деп ғой, морковь, картопты пісіріп жатырмын. Сол себепті ағашта сонда қалып қойды ғой. Ағашым бар еді. Мына бір ағаш ала қойын. Аккуратно езетін күшті ағашым бар еді өзімнің. Сол медейтін енді үлкен шелек бар еді езетін. Манаға айтып өткендей, оған енді картоптың қабықтарын суға пісіріп жатырмын. Бұларға көп витамин болады. Және де осындай көк шөп, міне мынандай көк шөп далада өсіп жатыр. Бұлар енді қыстан шыққаннан көк шөп көп жей алмайды. Сол себепті көк шөп берген дұрыс жеміне араластырып. Мінекей. Осылай араластырып бересіздер. Өте керемет болады. Содан кейін мынандай баклажкаге осындай қоспа қосасыздар, міне. Несушка дейтін. Осында қосасыздар. Мұның артында граммы бар, міне. Осының граммы бар. Және де осындай қоспа қосасыздар, міне. Бұның да өзінің қоспалары бар. Бұдан бір тауыққа 3 граммнан қосасыздар. Мынадан және де мынадан біреу қосасыздар дейді. Енді өздеріңіз білесіздер. Менде 5. Мен мынаны осылай себем. Мына екеуін араластырдым. Мынандай ішіне салып, мына 5 литрлік кішкентай соктың несіне салдым да. 3 литр екен. 5 литр деп қой. Осындай саласыздар да. Осылай құйсаңыздар болады. Көп қоймаңыздар. Өздеріңіз нормаларыңызды білсеңіздер болды. Сосын барлығын да араластырасыз. Что-то мына ыдыс маған что-то не болып тұр кішкене. Ыңғайсыздау болып тұр. Осылай араластырасыздар міне жемді. Мынандай жасыл шөпті араластырып болғаннан кейін салсаңыздар, тауыққа кішкене осыдай витамин болады. Енді жасыл шөптің ішінде витаминдер көп қой. Мысалы, жаздың уақытында тауықтардың барлығы далада жайылып, шөп жеп, манағыдай не істейді. Өздеріңіз білесіздер. Негізі мен бір күн бұрын дайындап қоятын, бүгін қолым қазір тиіп жатыр. Обед уақытында. Сол себепті кешеге дайындап қойғандардың барлығын беріп тастаппыз. Қалмай қалған. Сосын шелегіне кеше картопты ашқанда қабықтарын салып қойған. Содан кейін соны пісіріп жатырмын қазір үйіне. Оларды ертең берем, осылай араластырып осындай жемге. Онда ертең сіздерге міндетті түрде видео салатын боламын. Әзірге осылай міне. Осылай араластырасыздар да, міне. Ат үйді араластырасыздар. Цепі деп бересіздер. Әлі ыдыстарын жасаған жоқ, ыдыстар барлығы анда қалып қойған. Сосын мынандай су төгесіздер. Міне жылы су әкеліп үйден жылы су бересіздер. Тауыққа өздеріңіздің балдарыңыз сияқты қарасаңыздар, олар да сіздерге жұмыртқаны аямай береді. Ал енді біреудің баласы құсап қарап, мал ғой, тауық қой, құс қой деп сияқты қарайтын болсаңыздар, олар да сіздерге жұмыртқаны да дұрыс бермейді. Сол себепті тауықтарыңызға өздеріңіздің балаларыңызға қараңыздар. Әзірге видео осы. Менде енді көптен видео сүре беретін фотомен толық қалады телефоным. Айырылып қалды. Тауыққа солай өздеріңіздің балдарыңыз сияқты қарасаңыздар, олар да сіздерге жұмыртқа тууын жақсартады. Күніне 2-3 жұмыртқа туады. Осы 4 тауық. Шүкір, нормально.
тауыққа енді өз баламнан да артық қарап жатыр. Осындай қоспаларына келіп бересіздер. Мынаны кеше бүгін атып келдім, мына екеуі бітіп қалған менде. Бүгін атып келді сіздерге видеоға көрсетіп, мынандайларды жоғалтып алмау үшін, келесі ұмытып қалмау үшін осы қыстырып қойып, үйде мен жоқ кезде үйдегілерге айтамын, тауық қораң үстінде тұр, сондай әкеліп жемаға келіп бересіңдер деп. Міне жеп жатыр. Осылай достар, тауықтарыңызға неғұрлым қарамаңыздар, сонда жұмыртқа бермейді онда сіздерге. Ал жақсы көзбен қарап, жақсы өзіңнің балдарыңызды алып қарасаңыздар, тауық сіздерге жұмыртқан жақсы береді. Әзірге видео осы. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Видео ұнаған болса, лайктарыңызды аямаңыздар.